Біздің депутаттық сауалымыз ақпараттық және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәліге және мәдениет және спорт министрі Асқат Ораловқа жолданады. Бүгінгі балақайларымыз ертеңгі болашағымыз, ал қазір олар қандай құндылықтарды бойына сіңіріп жатыр? Мәселен, мультфильм тәрбие құралдарының бірі. Алайда танымдық, философиялық мәні мен заманауи элементтері бар қазақша балалар анимациялық фильмдер әлде жеткіліксіз. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда шексіз ғаламтор әлемдік нарыққа жол ашып жатыр. Оның аясында кеңдігі соншалықты өскелең ұрпақ ондағы ақпараттың бәрін талға алмай тұтынуда. Мысалы, YouTube желісінен бүлдіршіндер небір анимациялық бейнелерді өздері тауып қарайды. Есесіне психологиясы қалыптасып үлгермеген олардың тілі шұбарланып келеді. Әліпті таяқ деп білмейтін, ойы бекімеген балалар тіпті қай сөз, қай тілге тиесілі екенін ажыратпайды. Ойын жеткізу үшін бірнеше тілді араластырып қатар қолданады. Бұл дұрыс па? Қазіргі таңда республикамыздың аумағында 25 мультканал көрсетілсе, оның ішінде 24-і шетелдік арна. TG мен Nickelodeon атты шетелдік телеарналары анимациялары қазақшаланған мультфильмдерді қазіргі таңда қазақшалауда. Сол қазақшаланған мультфильмдерді біз өзіміз дубляждаған мультфильмдерді қолдануға лайықты жұмыс, бірақ оның 30%-ын ғана құрайды. Сонымен қатар әрбір ел жасаған өнімде өзінің діліне, мәдениетіне, түсінігіне әрбір ел жасаған танымдық дүние сай деп танимыз. Сәйкесінде қазір балалар лексиконы шетелдік мультфильмдердің кейіпкері идеалға айналып отыр. Демек, қазақ анимациясы әлемдік нарыққа бәсекеге қабілетті болып жатыр ма? Мысалы, былтыр Ғали Мырзашев деген аниматор мультфильмге прототип ретінде Димаш Құдайбергеновті ұсынған болатын. Соның бейнесі ұлттық құндылықтарымызды көрсеткісі келді. Алайда отандық өнімге қаржының жоқтығы тұсау болып отыр. Осы орайда кейбір аниматорлар кинематография туралы заңды мультфильм өндірісіне қатысты тармақтың жоқтығына, сол себепті бюджеттен бөлінетін қаражаттың дұрыс реттелмей отырғанына қынжылады. Мультфильм киноға бөлінетін қаражаттың тасасында қалып қойып отыр. Яғни мемлекеттен бөлінетін қаражаттың 80%-і ересектерге арналған кино еншісінде кетіп, балалар анимациялық фильміне бөлінетін қаражат халықаралық стандарттарға сай келмей жатқанын айтуда. Сондықтан кино мен мультфильмге қаражатты екі бөлек қарастыруды керегін жеткізеді. Сондай-ақ зейнеткер аниматор Ғали Мырзашев қазіргі Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм және кезіндегі Союз мультфильм киностудиялар сияқты жеке қазақ мультфильмін құрып, оған Әмен Хайдардың атын берген жөн. Сонымен қатар ұлттық киноны мемлекеттік қолдау орталығы сияқты балалар анимациялық фильмін қолдау қоры болғанын абзал деп ұсыныс айтып отыр. Және бүгінгі күнде Балапан телеарнасы бәсекелестік тудыратын тағы да бір арнаның қажеттілігін туындап отыр. Өздеріңізге белгілі, Балапан арнасының контенті 3 жастан 10 жасқа дейінгі балаларға арналған. Ал 3 жасқа дейінгі балапандар назардан тыс қалып жатыр. Сондықтан осы кішкентай көрермендерімізге жеңіл әрі түсінікті болатындай қазақ тілді анимациялық мультфильмдер көбірек түсіріліп, YouTube желісіне қолданысқа берілсе екен дейміз. Депутаттық сауалға заңнамада көрсетілген мерзімге сай жауап беруіңізді сұраймын. Құрметпен жалпыұлттық социал-демократиялық фракция мүшелері атынан. Рахмет.